Бүгінгі күндеріңіз берекелді болсын. Бүгін бізде кеспе көже айранмен. Жылқы етін жуып тазалап, майдалап, кубиктап тураймыз. Пиязымызды да турап аламыз. Сәбізімізді ұзынша етіп тураймыз. Картошкамызды 3 бөлікке бөліп, орташа көлемде тураймыз. Қазанымызға қолдың сары майын ертіп аламыз. Етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен пиязын саламыз. Сәбізімізді салып араластырамыз. Бір қызанақты 4-ке бөліп саламыз. Бір қасық томат саламыз. Сарымсақтарымызды дөңгелекше көлемде турап саламыз. Суымызды құйып, қайнатып аламыз. Баяу отта. Осы орайда қамырын жасаймыз. 2 жұмыртқаға тұзымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды демалдыруға бетін жауып қоямыз. 15-20 минутта қамырымыз демалып болғасын, жаюға кірісеміз. Кеспеге қамырымыз қатты жұқа етіп жайып қажет емес. Қалыңдау көлемде жаясыздар. Жұқа етіп жайсаңыздар езіліп кетеді. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осындай 3-4 бөлікке бөліп, қамырымызды орап, осылай майдалап тураймыз. Жабысып қалмас үшін осылай арасындағы ұндарын себелеп ажыратамыз.
Қалған қамырларымызды да дәл осылай кесіп шығамыз. Қамырлар жабысып қалмас үшін міндетті түрде арасын ажыратасыздар. Қайнап тұрған сорпамызға картобымызды салып араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Мен дәмдеуіш қосқан жоқпын. Сары майға тамағымызды дайындап жатқаннан кейін қара бұрыш дәміне қарай қоссаңыздар болады. Осымен кеспемізді салып 5 минут қайнатып алдық. Тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде қолдан қамырды кесіп жасап көріңіздер. Өте тойымды көже болды. Қасына айран қосып ішсеңіздер өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.